Сәлем достар, бүгін сіздермен дастарханға, мерекелік дастарханға дайын болатын оңай әрі тез тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге батон наны жұқалап кесіп аламыз осылай. Оқтаумен жайып, конверт сияқты жасайтын боламыз. Зубочисткамен осылай тығып қойыңыздар. Ашылып кетпеу үшін. Және оны қызып тұрған печке 15-20 минутқа салып аламыз. Қатты болу керек. Чеснок, күштен өтілген сыр және бір ас қасықты майонез салатын боламыз. Бәрін жақсылап араластырып, пештен шыққан нандарымызға ортасын салып аламыз. Зубочисткаларды алып тастасақ болады, ол бізге қажет емес. Осылай ішіне толықтырып салып, қиярларымызды осылай жұқалап кесіп аламыз. Немесе тұндырылған тұзды соленый огурцы салсаңыздар да болады, банкідегі. Селедка балығын бір шетіне саламыз. Менде дайын селедка балығы. Қиярларымыздан роза жасып, осылай ішіне саламыз. Және укроптың 1-2 дана жапырағын ішіне салып жіберсек, әдемірек көрінеді кезде. Отбасыңыздың саны қанша, немесе қанша порцияда жасайсыз, сонша ғып жасаған абзал. Менде 7 дана шықты. Осындай нан ас болсын, сіздермен бірге болған мөлдар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.